Сәлеметсіздер, оюда тамашалайтын, қызықтайтын қыз-келіншектер, әжелер, сәлем бердік. Мінекей әдеттегідей шаршы етіп қиып алып, әдеттегідей бүктеу әдісі бойынша бүктеп, мен алдын ала ою сыздым. Ою жай отырған кезде осылай қалыптасты. Енді сіздерге фломастермен осыны толықтырып көрсетпекшімін. Бұл оюда төр көрпеде қолдануға болады. Құрақ көрпедер айландырып оғына келтіріп, өз ісінің шебері, осы тігін жағын қызықтайтын адамдар келтіреді деп ойлаймын. Мінекей фломастермен сызып, әрі қарай үстінен басып толықтырып анық көріну үшін сіздерге осылай сызып жатырмын. Басқа бөлігін мына тұйық жағын өзімізге қаратып алғаннан кейін осылайынан бастап жүрекше қылдырып бастадым. Бұл 4 қыры болып келеді. Қырына келеді жүрекше. Енді менің жалпы осы сызып жүрген оюларым каналымдағы сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, өтініш, аямай пікірлеріңізді жазып, подписка жасап кетсеңіздер, алдын ала рахметін айтар едім. Көп рахмет дер едім. Мінекей оюымды сызып ортасы шеніне келіп қалдық. Былайынан қошқар мүйіз, жалпы оюлардың құрамы қошқар мүйізден тұрады ғой көбі. Сол қошқар мүйізді былайынан да сұлатып, әр қилығып қолдансақ түрлі бізде оюлар қалыптаса береді. Қазақтың оюы салт дәстүрлі ешқашан аяқталмасын. Қашанда бұл көне ғасырдан келе жатқан салт дәстүр арқылы келе жатқан сызу, қазақтың меншік сызу үлгісі. Әрине, әр ұлттың өзінің сызатын ою үлгілері бар. Бұл ою үлгілер, енді қошқар мүйіздер қазаққа тән. Сонымен каналыма тағы да айтам, жазылып кетіңіздер. Сол енді оюымызда сызып болдық. Енді қиып көрсетейік деп жатырмыз. Қиып көрсеткеннен көп уақыт алмас үшін бұлай қысқартып видеоны түсірдім. Игіліктеріңізге жарап жатса, мен қуаныштымын. Мінекей сызып болдық. 4-тен 1 бөлігі дайын болды. Енді қазір жарты денесін ашып көрсетеміз. Одан кейін толық денесі ашылып көрсетіледі. Меніңше сәнді ою шықты. Сау болыңыздар, каналыма тағы да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.